Көлік инфрақұрылымы кез келген мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуының басым бағыттарының бірі. Бұл бағыт Қазақстан үшін де ерекше маңызға ие. Себебі еліміз ірі көлік логистикалық хабқа айналуды көздейді. Көптеген мемлекеттердің даму тарихын және әл-ауқатын жолдарының саны мен сапасына қарап білуге болады. Мәселен, Қытай Халық Республикасы өткен ғасырдың 1990 жылдары бай болғың келсе, жол сал деген ұранды алға тартты. Ал бүгінде ол әлемдегі экономикалық тұрғыдан ең қарқынды дамып келе жатқан мемлекеттердің бірі. Инвестициялық жоба Қазақстанның барлық аймағында жүзеге асырылады. Республикалық маңызы бар трассалар мен облыс орталықтарын елді мекендермен байланыстыратын жолдарда қалпына келтіру жоспарланған. Это придаст новый импульс развития именно региона. Бұл өңірлердің дамуына жаңа серпін береді, өйткені олар ел экономикасының негізі. Бәрі де өзара тығыз байланысты. Жұмыс көлемінің артуы аймақтардағы өндірістік қуатты ұлғайтып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Әрі тұрғындар үшін жайлы жағдай жасап, сапалы жолдармен қамтамасыз етеді. Қаржыландыру бөлінгеннен кейін бірден жөндеу жұмыстары басталды. Өткен жылы қоғам тарапынан ұзындығы 959 шақырымды құрайтын 57 жоба жүзеге асырылды. Олардың арасында Ресей Федерациясы мен Қытай Халық Республикасы сияқты елдермен байланыстыратын жобалар да бар. Биыл 2000 шақырым жол салу жоспарланып отыр, ал қалған бөлігі 2026 жылы іске асырылады. Көптеген жөнделіп жатқан жолдар 20-30 жылдан астам уақыт бойы жаңартылмаған. Алғашында басты назар транзиттік дәліздерді дамытуға бағытталғандықтан, өңірлік маңызы бар жолдарға жеткілікті түрде көңіл бөлінбеді. Енді оларды қалпына келтіру негізгі міндетке айналуда. Өткен жылы Қазақстан даму банкі ұсынған қаражат есебінен 5000 шақырым жолда жөндеу жұмыстары басталды. Негізгі бағыттар Жезқазған, Петропавл, Қарағанды, Аягөз, Бұғаз, Қандағаш, Шалқар-Ембі, Макинск, Степногорск және тағы басқалары. Ақмола облысында Жезқазған Петропавл жолының бір бөлігі жөндеуден өтті. Бұл жол еліміздің 4 өңірін солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қостанай және Ұлытау облыстарын байланыстырады. Сондай-ақ халықаралық маңызға ие Самара-Шымкент автожолында жұмыс жүргізілді. Қостанай мен солтүстік Қазақстан облыстарын байланыстыратын халықаралық мәртебеге ие Мамлютка Қостанай жолы да тыс қалмады. Тағы бір маңызды бағыттардың бірі Өскемен-Семей жолы және Омбы Майқапшағай халықаралық автожолы Павлодар облысында жүзеге асырылды. Қазавтожол ұлттық операторы жөндеу жұмыстары жүргізілетін басым учаскелерді анықтау үшін талдау жұмыстарын жүргізуде. Бұл ретте автокөлік қозғалысы қарқынына, елді мекендердің санына және ең алдымен жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне ерекше назар аударылады. Жол төсемінің шайылуы мен елді мекендерді су басу қаупінің алдын алу мақсатында су өткізуші құрылымдарға жөндеу жүргізілуде. Кейбір учаскелерде оларды ауыстыру немесе жаңадан салу жұмыстары қолға алынып, оператор заманауи технологияларды енгізуде. Жобада бірқатар жаңа технологиялар қолданылуда. Мысалы, топырақты жақсарту технологиясы оны стабилизатор деп атайды. Жол төсемінің негізін нығайтуға мүмкіндік беретін арнайы қоспалар бар. Осы арқылы жол негізінің тұтастығы типтік жобаларға қарағанда мықтырақ болады. Нысандардың және орындалған жұмыстардың сапасын бақылап, кепілдік беретін арнайы аккредиттелген ұйымдар бар. Нормативтік көрсеткіштерден ауытқу анықталған жағдайда тиісті жұмыс көлемі қабылданбайды және қайта жөндеуге міндеттеледі. Сондай-ақ әлеуметтік желілер арқылы халықтық бақылау жүйесі бар. Халық өкілдерімен және тапсырыс берушілермен бірлесіп нысанға барып, жол учаскесі тексеріледі және ақауы бар жерлер анықталады. Кемшіліктер табылған жағдайда сапасыз жұмыстарды жою үшін қайта жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жобаның табысты жүзеге асқаны өз деңгейінде расталып отыр. Өйткені бүгінгі күнге дейін 1200 шақырым жолда жұмыс жүргізіліп, 50-ден астам нысан пайдалануға берілді. Қазақстанның даму банкі ұсынған ұзақ мерзімді қаржыландыру тек жолдарды қайта жаңғыртуға ғана емес, сонымен қатар көлік құралдарының параметрлерін бақылауға арналған автоматтандырылған жүйені іске қосуға мүмкіндік береді. Жобаның нәтижесінде жолдардың техникалық сипаттамалары жақсарып, көліктердің жолда жүруі оңтайланып, қолайлығы мен қауіпсіздік артады. Қазақстанның даму банкінің негізгі мақсаты маңызды жобаларды қолайлы шарттармен ұзақ мерзімді қаржыландыру мен қамтамасыз ету. Мұндай қолдау үкіметтің стратегиялық мақсаттарына, соның ішінде инфрақұрылымды жаңғыртуға қол жеткізу үшін маңызды. Бұл өз кезегінде бизнес пен ел азаматтары үшін жағдайды жақсартады. Құрылыс кезеңінде жыл сайын шамамен 25 мың жұмыс орны құрылса, жолдарды пайдалану кезеңінде тағы 8 мың жұмыс орны ашылады. Жалпы бұл жоба ел инфрақұрылымын дамыту шешуші рөл атқарады және банк осындай жобаларды қолдауды жалғастырады.
Аталған инвестициялық жобаны іске асыру жай ғана жол желісін қалпына келтіру емес, елдің әлеуметтік экономикалық тұрақты дамуына бағытталған стратегиялық қадам. Қауіпсіз әрі заманауи жолдар өңірлер арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Білім беру, медициналық және әлеуметтік қызметтерге қолжетімділікті жеңілдетеді. Шағын және орта бизнестің дамуына жаңа мүмкіндіктер ашады. Сондай-ақ өңірлердің инвестициялық әлеуетін арттырады. Қазақстан халықаралық көлік бағыттарының маңызды бөлігі ретіндегі орнын нығайту үшін сенімді қадамдар жасауда. Ал көлік инфрақұрылымын дамыту осы мақсатқа жеткізетін негізгі мүмкіндік.